Қазақстандықтар қысқа қалай дайындалуды біледі. Жылы киім мен етік, қысқы дөңгелектер, жылыту құралдары мен басқа да қажетті заттарды күзгі Каспий жұма кезінде сатып алған тиімді. Биыл бүкіл халықтық тиімді сауда мерекесі қалай өтті? Тілшіміз айтып берсін. Алушылар затты тиімді сатып алады. Сатушылардың сауда көлемі өседі. Бұл мерекеге қазақстандық өндірушілер де қатты қуанды. Біріншіден өзім кәсіпкер болғандықтан Каспий жұманы өте қатты жақсы көреміз. Себебі бұл күндері шынымен бір мерейтой сияқты саудамыз жақсы өседі және адамдар сатып алушыларға үшін үлкен мүмкіндік. Каспий жұма мен Каспий дүкенінің экономикаға деген ең үлкен пайдасы ол әрине бүкіл қаражат Қазақстанда қалатыны және қазақстандық адамдар осы қаражатты алмастырып экономикаға салады. Туристік агенттіктерде сатылым көлемінің өскенін айтады. Себебі көптеген қазақстандықтар Каспий жұманың көмегі арқылы саяхаттайды. Біз Каспий жұма арқылы 3-ші жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Ай сайын біз 380 мыңнан жоғары турист жібереміз деп айтуға болады. Көбінесе біздің туристер Каспий арқылы алғанды жақсы көреді. Өйткені өте ыңғайлы. Негізі біздің туристер Каспий жұманы өте жақсы көргендіктен өздері күтеді, өздері қарап жүреді қашан Каспий жұма деп. Негізі 2 есе өседі деп айтуға болады. Ірі дүкендер тапсырыстарды жіберуге әрең үлгеріп жатты. Күзгі Каспий жұмада ең көп сұранысқа ие тауарлардың бірі қысқы дөңгелектер. Ежегодно ждем праздник, количество заявок. Жыл сайын бұл мерекені асыға күтеміз. Каспий жұма кезінде тапсырыс көлемі 10 еседен де асып кетеді. Маған Каспий жұмада бүкіл Қазақстан бойынша жеткізілетіні ұнайды. Тіпті кішігірім ауылдардың тұрғындары да қалаған тауарын ала алады. Каспий жұма кезінде бүкіл ел аумағындағы сатып алушылар тапсырыстарын уақытында алу үшін жеткізу қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істейді. Қазіргі таңда Каспий жұма біз таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істеп жатырмыз. Біз бұл уақыт аралығында күндігіне 5 мыңнан аса тауарды өңдеу жіберіп жатырмыз. Бізде әдетте күндегіден 2 есе ұлғайды. Жай күндері мысалға 10-15 заказ біз күнделікті жеткізетінбіз. Каспий жұма кезінде 20-25 сондай заказдар шыға бастады, күнделікті көбейе бастады. Біздің жұмысқа енді әрине бізге заказ көп болғаны өте ыңғайлы ғой. Көп жұмыс істесе көбірек ақша табамыз. Бұл ауқымды жұмыстардың бәрі сүйікті сатып алушыларға арналған. Адамдар тиімді сауданы жайлы әрі рахаттанып жасай алу үшін. Бүгін біз стиральный машиналар деп жатырмыз, және холодильник. Соларды таңдап қарап жатырмыз. Каспий жұма арқылы алуға ыңғайлы және тиімді болып жатыр. Маған ұнайды Каспий жұма. Өйткенде керек заттарымызды алып жатырмыз. Біз үй салып жатырмыз, сондықтан көп затты Каспиймен аламыз. Ал енді Каспий жұма өте тиімді. Мен Каспий жұмада морозильник заказ бердім, өйткені үйде отырмын, 2 баламен полуфабрикаттар жасап жатырмын. Соған керек болды. Каспий жұманы күттім. Бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі қазақстандық сауданың нағыз құбылысына айналды. Каспий жұма адамдардың өмірі жайлы болуына, ал бизнеске дамып, жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектеседі.